Барлығыңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін асқабақтан жасалған мантыларды дайындаймыз. Асқабақты жақсылап жуып алып, оны осындай бөліктерге кесіп, қырқыштан шығарып аламыз. Және оған пияз, дәміне қарай фарш салсаңыз болады. Тұз бен қара бұрышты салып қоямыз, бірақ араластырмаймыз. Алдын ала араластырсақ, суы шығып кетеді. Ұнға тұз қосып, оны араластырып аламыз. Оның ортасына осылай ойық жасап, оған жұмыртқаны және суды қосып, нан илей бастаймыз. Нанымыз кішкене қаттырақ болу керек, жұмсақ болып кетпесін. Бетін жауып 10 минутқа алып қоямыз. 10 минуттан кейін тағы да бір илеп жіберсеңіз, қамырыңыз өте бір тегіс, бір келкі болып шығады. Тағы да оны бетін жауып 10-15 минутқа дем алуға алып қоямыз. 15 минуттан кейін қамырымызды үш бөлікке бөліп домалақтап аламыз. Біртіндеп қамырымызды жая береміз. Мантыларыңыздың өте нәзік болып шығу үшін қамырды жоқ қағып жайып алыңыздар. Енді оны оқтауға орап, видеода көрсетілгендей жинап, кесіп аламыз. Қамырларымызды осылай бір тегіс және бірдей қылып кесіп аламыз. Шетінен шыққан қамырларды кесіп аламыз. Оларды кейінірек бір-біріне жабыстырып, оғанда фарш салып, түйіп жібереміз. Қамырларымыздың бәрін кесіп алғаннан кейін кастрөлге су құйып, қайнауға қойып қоямыз. Мантыларымызды түйіп болғанша қайнап тұрады. Өмір сүруіңізді жеңілдету үшін қамырдың бәрін осылай жайып, үстіне фарш салып қойып, тез бүгіп шығамыз. Өйткені қамырымыз жұқа болғандықтан тез кеуіп кетуі мүмкін. Міне, бүгіп болдық. Енді листімізді жақсылап майлаймыз. Майды аямаймыз. Артылып қалған қамырларды мұшып тастамаймыз. Осылай мантының астына төсеп, үстіне мантыларымызды жинай берсек болады. Және олар піскен кезде өте жұмсақ болып піседі.
Мантының бетін мен майламаймын. Менің рецептім бойынша майсыз өте жұмсақ болып шығады мантылар. Енді оны қайнап тұрған кастрөлге 30 минутқа қалдырамыз. 30 минуттан кейін мұздай суды мантылардың үстіне қолымызбен себелейміз. Және әр листке себелеп, бетіндегі 2 листті астына жіберіп, орындарын ауыстырамыз. Өйткені астындағы мантылар тез пісіп кетеді. Тағы да 15 минутқа қалдырамыз. 15 минуттан кейін мінекей мантылар дайын. Өздеріңіз байқағандай, 1-2-і уже жоқ. Осылай мантыларымыз өте дәмді болып, тестоның жұқалығы соншалықты сары болып, асқабақтарымыздың түсі көрініп тұрады. Осылай ауыр емес, қамырдан жасалған және іші витаминге толы тамағымыз дайын болды. Достар, егер сіздер менің каналыма жазылмаған болсаңыздар, подписаться деген қызыл кнопканы басып кетіңіздер. Ана тіліміздегі каналдар көбейе берсін. Көргендеріңізге рахмет, сау болыңыздар.